Баршаға сәлем. Бүгін мен сіздермен бірге бірінші рет жаздың хиті болған кабачковый рулет дайындағалы отырмын. Ал ендеше іске сәт кеттік. Қажетті заттар: кабачок, ұн, қаймақ, жұмыртқа, тұз, көкшөп, чеснок, қара бұрыш. Алдымен кабачогымызды дайындап аламыз. Ол үшін осындай орташа мөлшердегі терканы алдық. Кабачкиімізді жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Мен оның қабықтарын алып тастадым, себебі бірнеше күн тұрып қалды холодильникте. Егер де сіздерде жас болса, оның қабығымен бірге жасасаңыздар да болады. Енді туралған кабачокқа тұз қосып, жақсылап араластырып, 5-10 минутқа су шықсын деп қойып қоямыз. Он минуттай уақыт өтті, кабачогымыз дайын, артық суды алып тастаймыз. Ары қарай дайындаймыз. Жұмыртқа, дәмдеуіштер, ұн қосып, қоспамызды араластырамыз. Мен тек қара бұрыш қостым. Сіздер жақсы көретін басқа да дәмдеуіштеріңіз болса, қоссаңыздар болады. Қоспамызды жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қоспамыз міне осындай қою қаймақ тәріздес болып шығады. Қоспамыз бір келкі болғаннан кейін көкшөп қосамыз. Мен укроп алдым. Рецепт бойынша көкшөп қаймаққа начинка ретінде қосылады. Маған оны қоспаға қосқан дұрыс сияқты болып көрінді. Дайын болған қоспаны пергамент төселген противеньге бір келкі етіп жаямыз, және де 180 градуста алдын ала қыздырылған пешке 40-50 минутқа салып қоямыз. Противеньді пештің ортаңғы позициясына қоямыз. Рулетіміз дайын болғанша оның начинкасын дайындаймыз. Қаймаққа чеснокты қосамыз, жақсылап араластырамыз. Қалауынша тұз немесе дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Рулетіміз дайын болды. Менің пешімде шамамен 40 минутта пісті. Рулетке начинкамызды жағып шығамыз. Бірінші рет жасап жатқандықтан мен начинканы өте жұқа етіп жақтым. Егер қаласаңыздар, қаймақты көбірек алып, және де чеснокты көбірек қосып, қалыңдау етіп жақсаңыздар болады. Ең соңғы шақтар қалды. Енді ақырындап рулетімізді дөңгелетеміз. Ұзынша рулетті ыңғайлы болу үшін екіге бөлдім. Өте нәзік болады екен, жыртылып қала ма деп қорқып турадым. Рулеттің дәмі шынымен хит болатындай ерекше болып шықты. Оны ыстық және суық күйінде жесе де болады, бірақ менің өзіме ыстық күйінде өте қатты ұнады. Осы рецептпен рулет жасасаңыздар, сіздерден комментарий күтем. Астарыңыз дәмді болсын.